Офтальмолог, яғни көз дәрігері кірпіктерді ұзарту, қабақтың терісін жарақаттап, қабыну процестерінің пайда болуын тудыратынын жеткізеді. Әсіресе кірпікті бекітуге арналған желім, яғни клей, көзге ерекше қауіп төндіреді. Ол көздің қуысына түскенде кератит, қасаң қабықтың көз алмасының мөлдір сыртқы бөлігі тітіркенуі мен қабынуын тудырады. Бұл бұлыңғырлықпен жүруге, көрудің төмендеуіне, кейбір жағдайларда тіпті көру қабілетін толық жоғалуына алып келуі мүмкін. Егер кератит белгілері мазаласа, мүмкіндігінше тезірек офтальмологтың көмегіне жүгіну керек. Сарапшы сонымен қатар кірпік жалғау материалы қабақтың кірпікше жиегін зақымдануы мүмкін. Нәтижесінде көз алмасын жабатын жасты қабықшаны құрайтын ұсақ бездердің қызметі бұзылуы мүмкін. Осыған байланысты көз алмасының қабығын ылғалдандыратын көз жасы сұйықтығының мөлшері азаяды. Шырышты қабық үнемі кеуіп, соңында құрғақ көз синдромына алып келуі мүмкін.